Сәлем достар, бүгін біз небәрі 2 ингредиенттен жасалатын рогалик дайындаймыз. Ол үшін бізге кез келген шоколад және қабат қамыр керек, яғни слоеное тесто. Ең алдымен қамырымызды оқтаумен жазып аламыз. Ол үшін үстелге ұн себеміз. Содан кейін қамырды жайлап жазамыз. Қамырымызды жазып алдық. Енді оны үш бұрыштап кесеміз. Енді шоколадымызды бөліп, бір данадан қамырға орналастырып, ақырындап ораймыз. Осылайша қалған қамырдың барлығын жазамыз. Оларды да үш бұрыштап кесіп, арасына шоколад салып ораймыз. Противеньге пергамент қағазын қоямыз. Оның үстіне рогаликтерімізді орналастырамыз. Одан кейін рогаликтердің үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Рогаликтерімізді 180 градусқа қыздырылған духовкаға саламыз. Менің рогаликтерім 35 минутта дайын болды. Байқап тұрсаңыздар, өте жеңіл және үлпілдек рогаликтер шықты. Бұл өте оңай рецепт. Дайындап тұрсаңыздар болады. Лайк басуды ұмытпаймыз. Құрметті көрермендер, қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.